Сәлеметсіңдер ме балалар, сауатташу сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы ү дыбысы мен әрпі. Мақсаты ү дыбысы мен әрпімен таныстыру, ү дыбысы сөздің қай буынында кездесетінін анықтау, толық жауап беруге үйрету, ауызша сөйлеу, тілін, ой өрісін есте сақтау, қабілеттерін дамыту, еңбекқорлыққа, ұқыптылыққа, тиянақтылыққа тәрбиелеу. Қол асылысып кәне біз, достасайық бәріміз, айтарым бар сендерге, тез тұрыңдар шеңберге. Қандай жақсы бір тұру, достар менен бір жүру, қандай жақсы дос болу. Балалар, үйрек десе бірінші, бүйрек десе екінші, бұл қайсы әріп екенін біреу айтып берсінші, кім тапқыр? Кәне балалар, кім айтады? Үйрек және бүйрек деген бірінші, екінші әріптер қандай? Балалар, мынау суретке назар аударамыз. Үкі деген сөзді буынға бөлеміз. Қай әріптен басталатынын айтасыңдар. Және гүл. Балалар, гүлді буынға бөлеміз. Ү дыбысы қай жерде кездеседі? Неше буыннан құрастырылғанын айтып бересіңдер гүл деген сөз. Және үйрек. Балалар, буынға бөлеміз. Қай әріптен үйрек деген сөз басталатынын айтып бересіңдер. Және ү дегенім үйшік, жүгіріп шықты күшік. Балалар, күшіктер үйшіктің ішінде тұрады. Оларға адамдар жасап береді үйшікті. Не үшін керек бізге үйшік? Ү дыбысы бар суреттер мен сөздерді естеріне сақтап қалыңдар. Үкі, гүл, үйрек, күз. Балалар, осы сөздер ү дыбысы кездесетін сөздер. Есімізге сақтаймыз. Үкі, үйрек, гүл, күз. Келесі балалар, мынандай ойын. Суреттеге мұқият қара, атауында ү дыбысы бар сөздерді көрсет. Осы суретке мұқият қараймыз балалар. Қай суретте ү дыбысы кездесетінін айтып бересіңдер. Ү дыбысы балалар жіңішке дауысты дыбыс. Ү дыбысы сөздің басында, ортасында кездеседі. Кәне бәріміз бірге айтайық. Жіңішке дауысты дыбыс. Сергіту сәті. Орнымыздан тұрамыз. Алақанды ұрамыз, оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, бір тынығып алайық. Жақсы балалар, енді дәптермен жұмыс. 50-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырма. Үркітпе, атпа, абай бол сөздерін пайдаланып, сурет бойынша әңгімелейміз балалар. Баланың қолында айрағаш қандай әріпке ұқсайды? Балалар, құстарды атуға бола ма? Екінші, ормандағы дауыстарды ажыратып, дыбыстарды ишарамен бейнелеп, дауыс ырғағымен айт. Тұқ, 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 қар, 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 тұрау, тұрау, бақ, бақ, парқ, парқ. Суреттен дыбысы бар сөздерді тап. Балалар, және дауыссызды белгілейміз. Әрпімен таныс бол. Ешкімде қолдан жасамай, қос біткен айыр ашамай. Балалар, ағашта осындай болады. Дыбысына ұқсайтын ағаштар. Әрпін ермексаздан жаса. Балалар, әрпін ермексаздан жасап көрсетесіңдер. Және таяқшалардан әрпін құрастыр. Қолдарының көмегімен әрпін бейнеле. Балалар, әрпін таяқшалардан құрастырасыңдар және қолымен көрсетесіңдер қалай әрпін жасауға болатынын. Және әрпін балалар әдемілеп қаламмен жазамыз. Осымен балалар, сабақтарымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.